Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Мен Гүлназ Сәбитовна, гинеколог дәрігер. Бүгін біз жүкті жұптардың жиі қоятын, бірақ дәрігерге сұрауға ұялатын сұрағы туралы сөйлесеміз. Жүктілік кезінде жыныстық өмір қауіпсіз бе? Бұл сұрақты жүкті болған соң барлық жұп ойлайды, бірақ дәрігерге сұрамайды. Ұят дейді, немесе өз айтпаса болмайтын шығар деп ойлайды. Немесе интернеттен іздейді, бірде болады, бірде болмайды деп шатасады. Бүгін мен сізге нақты дәрігерлік тұрғыдан жауап беремін. Мен бүгін сізге мынаны айтамын. Жүктілік кезінде жыныстық өмір жалпы қауіпсіз бе? Нақты жауап. Триместрлар бойынша қалай өзгереді? Денеде не болады? Қашан болмайды? Нақты жағдайлар және практикалық кеңестер. Дайынсыз ба? Бастайық. Алдымен нақты жауап берейін. Қалыпты жүктілік кезінде жыныстық өмір қауіпсіз. Баланы зақымдамайды, жүктілікті үзіп жібермейді. Инфекция тудырмайды, егер жыныстық жол инфекциясы болмаса. Бұл медициналық факт, зерттеулермен дәлелденген. Неліктен қауіпсіз? Себебі бала жатырда, амниотикалық сұйықтықта. Жатыр мойны тығын рөлін атқарады, сыртқы жағдайлардан қорғайды. Жыныстық қатынас кезінде жатырға еш нәрсе кірмейді, бала жайлы, қауіпсіз ортада. Бірақ маңызды ескерту бар, кейбір жағдайларда болмайды. Бұл туралы кейінірек айтамын. Триместрлар бойынша қарастырайын. Жүктілік кезінде жыныстық өмір 3 кезеңде әртүрлі болады. Бірінші триместр 0-ден 12-ге дейін апта. Бұл ең қиын кезең жыныстық өмір үшін. Неліктен? Жүрек айнуы, шаршағыштық, кеуде сезімталдығы артады, тиюге ауырады. Гормондар күрт өзгереді. Либидо жиі төмендейді. Бұл норма, алаңдамаңыздар. Бала жағынан қауіпсіз бе? Иә, қауіпсіз. Бірақ кейбір әйелдерде бірінші триместрде аздаған қан кетуі болуы мүмкін. Бұл жатырдың тамырлары өте сезімтал болуынан. Ұрықтанғаннан кейін алғашқы аптада имплантация қаны болуы мүмкін. Жыныстық қатынастан кейін аздаған дақ жатыр мойнының сезімталдығынан. Бірақ мол қан кетсе, дереу дәрігерге. Екінші триместр 13-тен 26-ға дейін апта. Бұл жыныстық өмір үшін ең қолайлы кезең. Жүрек айнуы өтеді, энергия оралады. Гормондар тұрақталады. Кейбір әйелдерде либидо бірінші триместрден де жоғары болады. Себебі эстроген мен прогестерон деңгейлері жоғары. Жыныс жолына қан ағымы артады, сезімталдық артады. Іш кіші болғандықтан жыныстық өмірде ыңғайлы. Кейбір жұптар бұл кезеңді ең жақсы деп санайды. Баланың жағынан толығымен қауіпсіз. Үшінші триместр 27-ден 40-қа дейін апта. Іш үлкейген сайын кейбір қалыптар ыңғайсыз болады. Бірақ жыныстық өмір болуы мүмкін. Тек ыңғайлы қалыптарды таңдаңыздар. Бүйірден жату, жоғарда болу, ана жоғарда, немесе арт жағынан. Дерматолог позицияларды ұсынуы мүмкін. Маңызды нәрсе 37-ші аптадан кейін. Оргазм кезінде жатыр жиырылуы болуы мүмкін. Брекстон Хикс жиырылуы, жалған жиырылу. Бұл норма, бірақ егер жиырылулар ритмді, тұрақты болса, дәрігерге. Жыныстық қатынас кезінде денеде не болады? Бұны білу маңызды. Жыныстық қозу кезінде жатырға қан ағымы артады. Оргазм кезінде жатыр жиырылады. Бұл қысқа мерзімді. Бала қозғалысы артуы мүмкін оргазмнан кейін. Бұл норма. Бала жай ғана сезеді, бірақ ештеңе болмайды. Кейбір аналар бала ұнатпады деп ойлайды. Жоқ, жай ғана жатырдың қысқаруын сезді. Енді қашан болмайды? Бұл өте маңызды бөлім. Кейбір жағдайларда гинеколог жыныстық өмірден бас тартуды ұсынады. Міндетті тыңдаңыздар. Бірінші, плацента превия. Плацента жатыр мойнын жалып тұрса, жыныстық өмір болмайды. Себебі жатыр мойны тітіркенсе, қан кетуі мүмкін. Ультрадыбыспен анықталады. Екінші, жатыр мойны тым ерте ашылса. Жатыр мойны қысқарып ашыла бастаса, мерзімінен бұрын туу қаупі бар. Жыныстық өмір болмайды. Үшінші, мерзімінен бұрын туу қаупі. Алдыңғы жүктіліктерде мерзімінен бұрын туса, немесе осы жүктіліктерде белгілер болса, дәрігер тыйым салады. Төртінші, амниотикалық сұйықтық ағып кетсе. Жарғақ жарылса, дереу жедел жәрдем. Жыныстық өмір мүлдем болмайды. Бесінші, мол қан кетсе. Кез келген мол қан кету, жыныстық өмір тоқтатылады. Дереу дәрігерге. Алтыншы, 2 қабат жүктілік, егіз. Кейде дәрігерлер сақтық шарасы ретінде шектеуі мүмкін. Дәрігеріңізбен ақылдасыңыздар. Жетінші, жыныстық жол инфекциясы болса. Жұбайыңызда немесе өзіңізде ерте емдеу керек. Сегізінші, жұбайыңызда жыныстық жол инфекциясы бар деп күмәнданса,
презерватив міндетті. Практикалық кеңестер. Бірінші, ыңғайлы қалыптарды таңдаңыздар. Іш үлкейген сайын кейбір қалыптар ыңғайсыз болады. Ана астында болу ыңғайлы. Бүйірден жату өте ыңғайлы. Жоғарда болу. Жатыр мойнына қысым болмайтын қалыптар. Екінші, байқаулы болыңыздар. Қатты, терең немесе ауырсыну тудыратын жыныстық қатынастан аулақ болыңыздар. Жайлап, ыңғайлы болсын. Үшінші, лубрикант қолданыңыздар. Жүктілік кезінде гормондар өзгереді. Кейде жыныс жолы құрғауы мүмкін. Су негізіндегі лубрикант қауіпсіз. Төртінші, оргазмнан кейін аздаған жиырылу болса, жатыңыздар, тыныштаңыздар. Жиырылу жиілесе, дәрігерге. Бесінші, жыныстық өмірден кейін аздаған дақ болса, жатыңыздар, байқаңыздар. Тоқтаса норма, жалғасса дәрігерге. Алтыншы, дәрігеріңізге ашық айтыңыздар, жыныстық өмір туралы сұраңыздар. Ол медициналық мәселе, ұялатын ештеңе жоқ. Дәрігер жеке жағдайыңызға қарай нақты кеңес береді. Жұбайыңызға кеңес. Жүктілік кезінде жұбайыңыздың сезімдерін тыңдаңыздар. Кейде ынталану болмауы мүмкін. Гормондар, шашағыштық, ауырсыну. Бұл норма. Күштемеңіздер, бірге сөйлесіңіздер. Жақындықтың жыныстық өмірден басқа жолдары да бар. Жанасу, құшақтасу, массаж. Бұлар да маңызды. Маңызды кеңес. Жүктілік кезінде жыныстық өмір туралы ең дұрыс кеңес өзіңіздің гинекологыңыздан алыңыздар. Себебі әрбір жүктілік жеке. Сіздің жағдайыңызға, анамнезіңізге қарай дәрігер нақты кеңес береді. Интернеттегі жалпы ақпаратқа сенбеңіздер, дәрігеріңізбен сөйлесіңіздер. Қорытынды айтайын. Жүктілік кезінде жыныстық өмір қалыпты жүктілікте қауіпсіз. Баланы зақымдамайды, жүктілікті үзбейді. Бірінші триместр, либидо төмен, норма. Екінші триместр, ең қолайлы кезең. Үшінші триместр, ыңғайлы қалыптар таңдаңыздар. Плацента превия, жатыр мойны ашылуы, мерзімінен бұрын туу қаупі болса болмайды. Барлық сұрақты дәрігеріңізге қойыңыздар. Осы видео сізге пайдалы болса, лайк басып қойыңыздар. Каналға жазылыңыздар. Комментарийде жазыңыздар. Жүктілік кезінде жыныстық өмір туралы сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Барлық комментарийлерді оқимын. Жүкті достарыңызға, жүкті жұптарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Бұл олар үшін керекті ақпарат. Келесі видеода босанудан кейін жыныстық өмірді қалай қайтарамыз деген тақырыпта сөйлесемін. Сонда кездескенше, аман болыңыздар, денсаулықтарыңыз мол болсын. Мен Гүлназ Сәбитовна. Қайта кездескенше.